Индикатор түсінің өзгерісін бақылау арқылы зерттеліп отырған ерітіндіде қышқыл немесе сілтінің бар екендігі туралы қорытынды жасауға болады. Ең алғаш белгілі болған индикатор лакмус. Ол қынаның бір түрінен алынған. Лакмус қышқыл ерітінділерде қызыл түске, ал сілті ерітінділерінде көк түске боялады. Лимондарды қышқыл қылатын нәрсе лимон қышқылы көптеген цитрустық жемістердің құрамында болады. Құмырсқа немесе метан қышқылы құмырсқалар, аралар мен қалақайдың құрамында бар. Құмырсқа, аралар мен қалақайлардың шаққанын ауыртпалы қылатыны осы қышқыл. Шарап қышқылы жүзімде түзіліп, жүзіммен жасалатын кез келген шарапта болады. Сүт қышқылы қышқыл сүт, айран мен йогурттың басты құраушысы болып табылады. Ол сонымен қатар бұлшық еттерде физикалық жаттығулар жасағанда түзіледі және шаршағандық пен бұлшық ет ауруларына жауап береді. Сұйылтылған сірке қышқылы дәмдеуіштер мен консерванттар ретінде мысалы көкөністерді, саңырауқұлақтар не майшабақтарды консервілегенде пайдаланылады. Барлық газдалған сусындардың құрамында еріген көміртек диоксидінен басқа аздаған мөлшерде көмір қышқылы болады.